Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында жасалатын казинакидің рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Құрғақ табамызда отқа қойып, күнжотымызды саламыздағы қызарғанша қуырып алатын боламыз. Міне біздің күнжотымыз дайын. Енді бұны шетке қоя тұрамыз. Енді бізге асты қалың, жабыспайтын ыдыс керек болады. Ыдысымызға қантымызды, суымызды, сұйық майымызды қосып араластырамыз. Және лимон қышқылын қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Мен шым-шым лимон қышқылын қостым. Енді осының бәрін жақсылап араластырып, отқа қойып, қайнататын боламыз. Қайнағаннан кейін астын басып, жай отта 4-5 минут қайнатамыз. Міне бізде 4-5 минут қайнап болды. Енді осы қайнап тұрғанның үстіне қуырылған күнжотымызды салып, жақсылап араластырып, тағы да 3-4 минут қайнататын боламыз. Міне біздің үй жағдайында казинакиіміз дайын болды. Отымызды өшіреміз. Енді осыны сіздерде дайын силиконды ыдыс болса, силиконды ыдыстарыңызды майлап, үстіне казинакиді құясыздар. Ал егер жоқ болса, мен сияқты кез келген ыдысты алып, үстіне пергамент қағазын төсеп, майлайсыздардағы казинакиді құйып, әр бөліктерге пышақпен бөліп аласыздар. Сәл суыған кезде қайта пышақпен үстін жүргізіп шығасыздар, дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай. Енді бөлме температурасында толыққанды суығанша күтетін боламыз. Міне біздің үй жағдайында жасалған казинакиларымыз дайын болды. Дәмі өте ерекше, дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, менімен бірге болғандарыңызға көптен көп рахмет. Арнама тіркеліп, пікір қалдырып кетіңіздер. Ас болсын.